шәкірт ұстазымен егін алқабын аралап келе жатады. Кенет әлгі екеудің жол шетінде жатқан тозығы жеткен бір аяқ киімге көздері түседі. Сонда шәкірті ұстазына: "Шамасы мынау егінші шаруаның аяқ киімі сияқты. Тығып қойсақ қайтеді? Сосын бір жерге жасырынып, қалай абдырап, сасқалақтағанын қызықтайық" дейді. Сонда ұстазы: "Кедейлерді әбігерге салуды қызық көріп, олардың есебінен көңіл көтергеніміз адамдыққа жатпайды. Өзіңе бақыт пен шаттық сыйлағың келе ме? Онда оны мазаққа айналдырмай, керісінше аяқ киіміне ақша салып қояйық. Сонан кейін ғана не қызық болатынын тамашалайық" дейді. Ұстазының ұсынысы бірден көңіліне қонған шәкірт айтқанын орындайды. Содан соң екеуі жақын тұрған ағаштың артынан жасырынып бақылауды бастайды. Сәлден соң жүзі әбден тотыққан, жұпыны киімді бір шаруа келеді. Аяғын аяқ киіміне сұққаны сол еді, ішіндегі затты сезіп, аяғын дереу қайта суырып алады. Қолын салып еді, ақша екен. Екінші сыңарынан да сондай ақша шықты. Ақшаға бір, жан-жағына бір қарап, таң тамаша болып тұрып қалды. Көз жетер жерде ешкім байқалмайды. Ақшаны қалтасына салды да жерге тізерлеп отыра кетті. Жасаураған жүзін аспанға көтеріп дауыстап сөйлей бастады: "Я Раббым, сен менің қалымды өзімнен артық білушісің. Әйелімнің ауру екенінен, балаларымның аш-жалаңаш екенінен хабардарсың. Бәрімізді басқа түскен нәубеттен құтқардың. Шүкір, шүкір." Осылайша ұзақ уақыт жасын төккен күйі жаратушысына алғыс айтып шүкірлігін білдіреді. Манадан бері одан көз жазбай қарап отырған шәкірт қос жанары жасқа толып қатты әсерге бөленеді. Шәкіртінің бойындағы өзгерісті байқап отырған ұстазы: "Қазір бұрынғы халіңнен бақыттырақ екеніңді сезіп отырған сияқтысың. Алғашқы ойыңды іске асырғанда қандай күйде болар едің?" дейді. Сонда шәкірті: "Я ұстаз, өмір бойы ұмытпастай дәріс алдым. Сізге алғысым шексіз. Берген кездегі қуаныш пен алған кездегі қуаныштан көп артық болады" деген сөздің мағынасын енді түсіндім. Достар, қазақша контентті қолдап, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.